Қайырлы күн, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапхана әдебиеттің қаймағайдарын жалғастырады. Бүгін сіздерге қазақтың шоқтығы биік ақыны Мағжан Жұмабаевтың «Туған жер» атты шығармалар жинағын ұсынамыз. Мағжан Жұмабаев 1893 жылы 25 маусымда солтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Мағжан Жұмабай ауданы, Сасықкөл жағасында дүниеге келген. Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы. Мағжанның атасы Жұмабай Қажы, әкесі Бекен, саудамен айналысқан дәулетті адам болған. Анасының есімі Күлсім. Мағжан ауыл молдасынан сауатын ашып, 1905-1910 жылдары Қызылжардағы номері 1 мешіт жанында белгілі татар зиялысы, мұсылман халықтарының азаттығы жолында күрескен Бегишевтің ұйымдастыруымен ашылған медреседе оқыды. Медреседе шығыс халықтарының тарихында дәріс алды. Қазақ, татар әдебиеттерімен Фирдауси, Сағди, Хафиз, Омар Хайям, Низами, Науаи секілді шығыс ақындарының дастандарын оқып үйренді. Баспадан 1909 жылы шыққан Абай өлеңдерін оқып, атақты ақын сөзі алтын Хәкім Абайға деген өлең жазды. 1910-1913 жылдары Уфа қаласында Ғалия медресесінде білім алды. Ибрагимнің көмегімен 1912 жылы Қазан қаласында Кәрімовтер баспасында Шолпан атты тұңғыш өлеңдер жинағы басылып шықты. Садақ журналын шығаруға қатысады және өзінің өлеңдерін жариялайды. 1913-1916 жылдары омбы мұғалімдер семинариясында оқыды. Бірлік ұйымы жұмысында белсене араласып, балапан қолжазба журналын шығаруға қатысады. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы секілді алаш қайраткерлерімен байланыс орнатып, қазақ газетіне өз өлеңдерін жариялайды. Ақын 1927-1929 жылдарда Бурабайда, одан соң Қызылжарда оқытушылық қызметтер атқарады. 1929 жылы Жұмабайұлы Алқа атты жасырын ұйым құрғаны үшін деген айыптаулармен Мәскеудегі түрмеге отырады. 10 жыл айдауда кесіледі. 1936 жылы Максим Горький мен Пешкованың араласуына бостандық алып, Қазақстанға қайтады. Петропавл қаласында мектепте орыс тілі мен әдебиетінен сабақ беретін мұғалім болып жұмыс істейді. Көп ұзамай қалалық оқу ісінің меңгерушісі оны саяси себептерге байланысты деген айыппен мұғалімдік қызметтен босатады. 1937 жылы наурызда Мағжан Бекенұлы Алматы қаласына келеді, аударма ісімен айналысады. 1937 жылы қайтадан қамауға алынып, ату жазасына кесіледі. Ал құрметті оқырман, бүгін біз сіздермен Мағжан Жұмабаевтың өмірі мен шығармашылығымен таныстық. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.